Hoş bol Ramazan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamun ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdete min lisani yefkahu qavli. Amma ba'd. Assalamu alaikum rahmetullahi ve barakatuh. Allah subhanallah tағалаға мақтаулар, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Аллах тағаланың салауат сәлемдері болсын. Аллах subhanallah тағала бұл Рамазан айын баршамызға мұбарак қылсын. Аллах тағала бұл айда орындап жатқан оразаларымызды, оқып жатқан намаздарымызды, беріп жатқан хайыр ихсандарымызды Аллах subhanallah тағала өзі қабыл қылған болсын және сауаптарын еселеп берген болсын. Енді бұл айда сауап істер өте көп. Сол сауап істердің бірі ауыз бекіткен адамға ауыз ашар беру, яғни ауызын аштыру. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде, Салман Фарисиден келген хадисінде былай дейді. Яғни Салман Фариси бізге ол хадисті былай деп баяндайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Шабан айының ақырында, Рамазан айының алғашқы күндерінде бізге былай деп баяндама, хұтпа қылды дейді. Яғни сендерге ұлы айлардың ұлысы Рамазан айы келіп жатыр. Бұл айда бір күн бар, ол күн 1000 айдан жақсырақ дейтін. Яғни ол қадір түні. Және де кім бұл айда, Рамазан айында бір кішкентай бір нәпіл ғибадатты орындайтын болса, басқа айда орындаған фарз ғибадатпен тең болады. Және кім бұл айда фарз ғибадатты орындайтын болса, ол басқа айда орындаған 70 фарз ғибадатпен тең болады деп айтатын. Бұл сабырлық айы, сабырлықтың сыйы жәннат деп айтатын. Және де кім бұл айда басқа ауызын бекіткен адамның ауызын аштыратын болса, ол күнәларына кафарат болады. Және бір құлды азат еткендей сауап болады. Және де сол ауыз бекіткен адамның сауабындай сауап болады деп айтатын. Сонда сахабилар сұрады: "Я Расулалла, біздің әрбіріміз біреуге ауыз ашар беруге шамамыз жетпейді ғой" дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Егер сен ауыз бекіткен бауырыңа бір құрма менен болсын, немесе бір жұтым су немесе сүтпен ауыз аштыратын болсаң, осы сауапқа ие боласың" деді. Енді ауыз бекіткен адам тойдыратын болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах тағала оны менің хаузымнан оған су береді, ол жәннатқа кіргенге дейін шөлдемейді деді. Аллах subhanallah тағала бәрімізге осы сауаптар нәсіп етсін. Ауыз бекіткен адамдардың аузын аштырып осы сауаптарға алуымызды Аллах тағала бәрімізге нәсіп етсін. Аллах subhanallah тағала бәрімізге ең жақсылығын берсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, ва астағфирука ва атубу илейк.